Аружан мен Арген екі жаққа кетті. Аружан мен Арген неге екі жаққа кетті? Арген Аружанды неліктен тастап кетті? Мөлдірдің не қатысы бар? Бүгінгі видеода Арген мен Аружан жайлы ашық құпияларды ашатын боламыз. Ал ендеше біз бастаймыз. Бір болайық реалити шоуының 6 маусымының қатысушысы Аружан Қырғызстаннан үміткер болып келген Арген есімді жігітке тұрмысқа шыққан болатын. Арген мен Аружан Бішкекте тату-тәтті жұп ретінде өмір сүрді. Олар бір болайықта отбасын құрған кейбір жұптар сияқты ұрысып, жанжалдаспаған болатын. Барлығы Аружан мен Аргеннің отбасына қызыға қарайтын. Аружан ата-енесіне келінді қызметін аямады. Жақында бұл отбасында күтпеген оқиға орын алды. Аяқ асты Арген Аружанды тастап Дубайға кетіп қалды. Желі қолданушылары Аргенді Дубайға жұмысқа кетті деп ойлады. Бірақ бір аптадан кейін ол Бішкекке оралды. Ал Аружан Түркияға кетіп, Стамбулда қосылай қатысушысы Мөлдірмен бірге тұрды. Бір аптадан кейін Аружан да Түркиядан Қазақстанға оралды. Бүгін Аргеннің туған күні. Арген туған күнін Бішкекте Аружансыз жалғыз тойлап жатыр. Желі қолданушылары Аружан қайда, бірге емессің бе деп тынымсыз жазды. Бірақ Арген жауап бермеді. Аргенді Инстаграм желісіндегі көптеген достары құттықтады. Бірақ Аружан стористерінде Арген туралы ештеңе айтпады. Тіпті туған күнімен құттықтаған да жоқ. Арген мен Аружанның жанкүйерлері есеңгіреп қалды. Кейбіреулер оларды ажырасқан деп болжайды. Аргеннің стористеріндегі мәліметтерге қарағанда, Арген бір айдан астам қиындықтарды бастан кешірді. Олардың өткен аптада не себепті екі жаққа кеткені әлі белгісіз. Қалай болғанда да, олардың арасындағы кикілжің уақытша болуын жақын арада қайта қосылатынына сенеміз. Қос жұп бақытты болсын.